қайырлы кеш, қадірменді телекөрермен қауым, эфирде сұхбат бағдарламасы. Бүгін біз дін тақырыбында аз кем әңгіме өрбітсек деп отырмыз. Өйткені дін тек адамның ғана емес, мемлекеттің де дінге десек ағат айтқандық болмас. Дәл осы дін төңірегінде талай даулар туындап, айрандай ұйыған елдер берекеден айырылған. Бұл мәселеде Қазақстанда қандай жағдай қалыптасып отыр деген тақырып төңірегінде әңгіме өрбіту үшін студиямызға мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығының бас сарапшысы, дінтанушы Аманбек Мұқашевты шақырдық. Аманбек Мұқашұлы, студиямызға қош келдіңіз. Қадірменді телекөрермен қауым, естеріңізге саламыз, сауалдарыңызды жолдау арқылы сіздер де біздің хабарға атсалыса аласыздар. Ол үшін экрандарыңызда көрсетілген ғаламтордағы біздің мекен-жайға сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болғаны. Енді Аманбек Мұқашұлы, бүгінгі тақырыпты жаңа ғана атап өттік. Жалпы бұл осы дін саласында біз көп әңгіме айтпаймыз. Дегенмен негізінен осы тұрғыда жиі сұхбат құрып тұрған дұрыс секілді. Енді осы орайда еліміздің дін саласындағы ұстанып отырған, жүргізіп отырған саясаты туралы не айтуға болады? Бұл бағыттағы біздің бағытымыз, бағдарымыз қаншалықты дұрыс деп есептейсіз өзіңіз? Содан бастаған әңгімен. Біріншіден сіздердің осы студияға шақырып дін мәселесін туралы әңгімеге шақырғандарыңызға көп рахмет. Енді әңгімемізді мынадан бастасақ деп отырмыз. Расында да тәуелсіздігіміздің осы 23 жылдығының ішіндегі біздің ең ірі жеңісіміз, шыққан биігіміздің бірі бұл еліміздегі діни сенім бостандығының толық бекуі десем, біздің халықтың өзінің ата діні, ислам дінімен қайта қауышуы десем, артық айтқандық емес. Біздің бүгінгі Қазақстан елі, қазақ елі бүкіл әлемге өзінің ұлтаралық татулығымен, ұлтаралық төзімділігімен әлемге белгілеп отыр. Бұл қазақ елінің дін саласындағы үлкен жетістігі, біріншіден біздің дініміздің жанашыры елбасы Назарбаевтың бірінші тәуелсіздік күнінен осы дін саласына алған жақсы, дұрыс бағыты, көмегі. Бірден айқындады дейсіз. Иә, бірден айқындады. Ол кісінің қамқорының арқасында өзіңіз білесіз, 2003 жылдан бастап біздің Астанада бүкіл әлемдік және бүкіл әлемдік діндердің өкілдерінің басшыларының съездері өтіп жатыр. Енді келесі 5-ші съезімізде амандық болса 2015 жылы Астанада өтеді. Негізі бүгінгі біздің елордамыз Астана дін мәселесі бойынша, былайша айтқанда, бүкіл әлемге белгілі орталыққа айналып отыр. Ал енді бұл мәселедегі ең жақсы бір жетістігіміздің бірі қазір бүкіл діндердің көркеюі, бүкіл діни бірлестіктердің емін-еркін жұмыс істеуін біз байқап отырмыз қазіргі таңда. Бұған бірінші көптеген себептер енді жағдай жасалып отыр. Оның бірі осы 2 жыл 2011 жылы қабылданған біздің президентіміз қол қойған 2011 жылы қол қойған жаңа діни заңның жұмысы. Дін туралы заң дейсіз. Иә. Ол заңымыз, бұрынғы заңымыз, біз онымен енді 20 шақты жылдай өмір сүрдік. Ол өзінің былайша айтқанда миссиясын толық орындады деп айтамыз. Ол заңымыз діни сенім бостандық және діни бірлестіктер туралы деп аталып еді. Ол заң тәуелсіздік алған бірінші айымызда қабылданған болатын. Діни сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы. Одан кейінгі 2008-2011 жылдары бұлайша өзгерістер қабылданды. Ал енді біздің президентіміздің қол қойған заңы қазір жаңаша аталады. Діни бірлестіктер туралы заң. Иә, түсініктен Аманбек Мұқашұлы жаңағы заң туралы әңгіме қозғап отырсыз. Енді
осы заңдағы ең басты айырмашылық және берген нәтижесі қандай? Енді 2011-ден бері біраз уақыт өтті ғой. Біраз уақыт өтті ғой. Енді біраз нәтижесін ашық айтуға болады. Бұл енді заңымыз, дін туралы жаңа заңымыз, халықтың көптен күткен заңы болатын, жаңа мен айтқандай. Біріншіден, бүкіл діни бірлестіктер қайта тіркеуден өтті бұл заң бойынша. Бір жыл бойы 2012 жылы барлық діни бірлестіктер, бұрын елімізде дін осы жаңа заң қабылданғанға дейін 4500-ге дейін діни бірлестіктер тіркелді деп жүретінбіз. Қазір енді көптеу болған секілді. Екіншіден, 40-қа жуық діни конфессиялардың өкілдері деп айтатынбыз оларды. Қазір енді мына заңымыздың жұмысына байланысты, талабына байланысты қайта тіркеулері өттіп, ендігі діни бірлестіктердің саны 3500-ден ғана асып отыр. Ал діни ұйымдардың жалпы бұлай бағыты бойынша 18 конфессия деноминация деп айтамыз. Ислам, православие, католик, жаңа басқадан дегендей. Сонымен бұл заң дер кезінде қабылданған заң деп айтамыз. Сонан кейін бұл заңның бір жақсы қасиеті, жақсы белгісі, ол бұрынғы ескі заңымызда миссионер туралы, өзінің теріс пиғылды діндеріне үгіттеу, мәжбүрлеу туралы істер бәріне тыйым салынған заң. Ол жерде біздің осы заңның 3-ші бабында өте жақсы көрсетілген. Жаңағы миссионерлердің жұмысы қалай болу керек, олар жыл сайын жаңа тіркеуден өтіп тұру керек дегендей. Сондықтан бұл заң халықтың көп күткен заңы деп айтамыз. Тіпті бұрын 10 адам жиналып, біз діни бірлестік болдық деп документтерін алып келіп жататын, тіркеп жататын. Енді діни бірлестіктер, бұлайша айтқанда, 50 адамды құратын. Содан кем болмау керек. Екінші діни бірлестіктердің дәрежесі өңірлік діни. Олар 500-ден, содан кейін республикалық діни бірлестіктер. Ол 5000-нан сенушілері болу керек олардың. Сондай көптеген өзгерістер, нақты статьялар бар. Түсінікті. Енді Аманбек Мұқашұлы, жалпы осы дін дегенде бүгінгі күннің бір негізгі мәселесі деп айтайық, осы жастарымыздың дінге бет бұруы. Енді бұл арада бір мақтап айтатын әңгімелер баршылық, бірақ дегенмен көлеңкелі тұстары да көп секілді болып көрінеді. Осы жастар мен дін мәселесінде бір кері жаңағы ағымдарға, кетпеушілікке жол бермес үшін не істеліп жатыр елімізде? Біз енді негізі қазіргі діни ахуалдың бір қуантатыны мешіттерімізге жастардың көп келуі. Соны бәріміз айтамыз. Бәріміз айтамыз. Онымен қатар осы біздің ислам дінімізде басқа да теріс пиғылды топтардың пайда болғанын байқаймыз. Мешіттің маңында, расын айту керек, жаңа қара ұзын сақалын жіберіп, шолақ шалбар киіп, өздерін нағыз діндарлар деп жүрген топтар көбейгені жасырын емес. Бірақ біз осы жұмысты бірінші жастардың арасында, халықтың арасында діни ағарту жұмысын күшейтуіміз керек. Таза біздің өзіміздің дәстүрлі дінімізді ашық, жақсы түрде көрсетіп айтуымыз керек. Міне қазіргі жастарға біздің бірінші жұмысымыз. Ол үшін мынау мемлекеттік мекемелер емес, діни, но бірінші діни бірлестіктеріміздің, ислам діни бірлестігі өзі табанды түрде жұмыс істеу керек деп айтамыз. Сондықтан ағартушылық діни топтар қазір көбейді, жақсы. Олармен біздің қызметкерлерде барып тұрады бірге, өңірлерде, ауылдарда осындай дін туралы таза өзіміздің
ислам діні туралы көп әңгімелер қазір мыңдап жүздеп өтіп жатыр десем, ол өтірік емес. Екінші бір жағдай, бізде мынау діни басқарманың екпінді жұмысын айтуым керек. Қазір енді жаңа дін басы келді. Оның айналасында қазір жақсы, білікті, білімді имамдар көбейді, расында да. Бұрын несін жасырайық, осыдан 10 жыл бұрын біздің имамдарымыздың дәрежесі де, білімі де төменде болатын. Қазір қарап отырсаңыз, бұлай кездессеңіз, олардың халық арасындағы сөзі де, бұлай ұстанымы да, сауатты да көрінеді. Сондықтан халық арасында осы өзіміздің исламымыздың, өзіміздің таза исламды насихаттайтын топтардың көбейгені қазір белгілі. Аманбек Мұқашұлы бұл тұрғыда жақсы, жаңағы ислам ғана емес, тек өзге де діндерде бар. Мәселен, енді осы тұрғыда мына жаңағы Құдайға құлшылық еткісі келіп жүрген, дін жолына мойын бұрғысы келіп жүрген жастарға айтар қандай ақыл кеңесіңіз бар? Жаңағыдай бір теріс пиғылдағы мысалы ағымдардың ықпалына түсіп қалмау үшін не істеу керек? Біз енді бұл туралы айтатынымыз қазір негізі жастарымыздың мешітке көбірек келгеніне бізді қуантады. Екінші, біз енді мынау діни ислам бірлестіктері, дін басшылары, өзіміздің діни басқармамыз жаңағы топтары арқылы ағартушы жастардың арасында көп жұмыс істеуіміз керек. Қазір дін туралы мәселені біз мектептің өзінде де міне 2 жыл болды пән қолға алынып отыр. Ол енді ерікті жастардың өздері барып оқиды оны, діни негіздер туралы. Бірақ негізі осы саланы біз үгіт насихат жұмысын жастардың арасында көп жүргізуіміз керек. Сондықтан біз жаңағы жалған дұрыс емес діндерге қарсы, діни топтарға қарсы біз өзіміздің екпінді жұмысымызды көрсетуіміз керек. Енді Аманбек Мұқашұлы, жалпы осы дінге байланысты тағы бір өзекті мәселе, ол діни экстремизм мен діни терроризмге байланысты. Жасыратын жоқ, осы проблема көптеген мемлекеттер үшін ең бір өзекті айналып отқан жайы бар. Еліміз үшін де таңсық жағдайымыз жасыратын. Негізі осы діни радикализмге, діни экстремизмге қарсы жұмысымыз, ол біздің халықтың діни оқу дәрежесін, білімін көтеруіміз керек. Білімге келіп түреледі дейсіз ғой, білімге келіп. Біз егер өзіміздің дінімізді дұрыс түсініп, дұрыс қабылдасақ, негізі әр жастар осы дінді дұрыс қабылдап, дұрыс түсінсе, ол басқа топтардың, жаңағы экстремисттердің қатарына бара бермейді, оларды көп тыңдамайды. Сондықтан біз жаңағы, мен айтып отырмын ғой, жаңағы біз өзіміздің таза исламымыз туралы көбірек айтып, көбірек насихаттауымыз керек. Бұл мәселе біріншіден біздің имамдарымыздың жұмысы. Екінші, біздің жаңағы діни басқармадан бастап, мынау жаңа құрылып жатқан діни комитетіміздің де жұмысы. Сондықтан біз өзіміздің бүгінгі мақсатымыз халық арасында үгіт насихат жұмысын көбірек жүргізуіміз керек. Аманбек Мұқашұлы, мен де онда осы дін деген діңгек деп айтып өттік. Сол діңгекті ешқашан құрт жемесін, өзегін құрт шалмасын деген тілекті білдіре отырып, өзіңізге хабарымызға қатысқаныңызға алғыс айтамыз. Рахмет сізге. Қадірменді телекөрермен қауым, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар.